Барлықтарыңызға сәлем, сәлемет Тамерлан және бұл Ланс Талдау. Бүгін біз қазақтың ұлы ақыны Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» атты поэмасын қарастырамыз. Ақын поэманы 1973 жылы жазған, ал енді кеттік. Баяғыда қазақта тау басында Жетімкөл деген бір көл болған. Оның флорасы мен фаунасы өзгеше болған. Яғни фаунасы қасиетті жануарлардан, маралдан, киіктен және әрине аққулардан тұрған. Бұл тамыз айында болған. Жетімкөлдің маңында бір отбасы болған. Бұл отбасы әкеден, анадан және бір нәресте баладан тұрған. Нәресте бала өте ауру болған. Оның халі өте нашар, ол төсекте жатқан. Тіпті оның өмірі қыл үстінде болған деуге де болады. Міне ата-аналар не істерін білген жоқ. Бірақ жақында оларға бір тәуіп шал, бір емші, шын мәнінде бұл есі ауысқан бір адам бұны деген. Баланы емдеу үшін оған аққудың етін жегізу керек. Бұл өте қиын шешім болған ата-аналар үшін. Өйткені аққу ол қасиетті құс, оны өлтіру обал болып саналады. Бірақ өзін ауру кішкентай нәрестесі үшін анасы тіпті оны өлтіруге дайын болады. Біріншіден ол өзін күйеуін, баланың әкесін Жетімкөлге жібереді. Бірақ ол өте абай адам, сондықтан аққуды өлтіру өте үлкен обал және оны жасауға қаламайды. Сондықтан әйелі ашуланып, өзі Жетімкөлге мылтықпен аттанады. Сонда көлде бейбіт жүзген бір аққулар тобын көреді. Біреуін алады, өлтіріп тастайды. Басқалары енді мәңгі бұл жерден ұшады. Яғни бұл сәттен бастап аққулар Жетімкөлге ешқашан оралмаған. Көлдің түсі қанның түсіндей қып-қызыл болады. Бұл таң болған, таңертең. Бірақ бәрібір найзағай ойнау бастаған. Сонда көлдің маңында бір малшы болған. Таңертең көлдің маңында мылтықтың дыбысынан шошыған. Сол үшін ол әйелге келіп, барлығын сұрай бастаған. Әйел оған барлығын айтқан. Бұл өте қиын. Бірақ та алайда малшы оған барлығын түсіндірген. Тәуіп шалдың айтқаны өтірік. Бірақ алайда сол әйел бәрібір өлі аққуды алып өзінің үйіне жеткен. Жеткенде өзінің нәресте баласының қайтыс болғанын аңғарады да есінен шығады. Міне осылай бұл поэма аяқталады. Енді қорытындылар туралы. Бұл өте қиын поэма. Мен онда нақты бір қорытындыны таба алмадым. Алайда бәрібір бірдеңені деу қажет қой. Сондықтан мен мынаны деймін. Біріншісі, әртүрлі тәуіп шалдардың, емшілердің, бақсылардың айтқанын бірден орындау болмайды. Бұны тексеру қажет. Енді бұл шығармада, бұл тамаша шығармада ананың әділетсіз өмірмен арпалысы мен ауру нәрестесіне деген махаббаты, зор махаббаты тамаша көрсетілген. Енді оның іс-әрекет толығымен дұрыс деп айта алмаймын. Өйткені аққу сияқты қасиетті құстарды өлтіру дұрыс емес. Алайда ештеңе жасамау, жағына күту
жағына отыру бұл да дұрыс емес. Мен білмеймін. Меніңше сіздер өздеріңіздің пікірлеріңді видеоның астына жаза салыңдар. Бұл тамаша шығарма маған қатты ұнаған. Мұқағали Мақатаевқа үлкен рахмет. Тағы да не айтарым? Міне осылай Ланс талдаулардың 2-ші сезоны біткен. Тағы да егер мен күнделікті өмірде сіз қызықсаңыз, мен инстаграмға жазсалға болады. Оның сілтемесі видеоның астында тұр. Бұл сау болыңыз.